Баршаңызға сәлем. Мен сіздерге бүгін кішігірім бір лайфхакпен бөліскім келіп отыр. Бұл жерде мысалы біз тоқып келе жатқанда мотоктағы жібіміз бітіп қалса, келесі мотокты аккуратно қосу үшін мен қандай лайфхак қолданатынымды көрсеткім келіп отыр. Мысалы бізде мынау жіп бітіп қалды, бір моток жіп бітіп қалды. Енді келесі мотокты жалғау үшін осылай жібімізді қысқаша осылай қалдырамыз бас жағын. Бір 10 петля тоқимыз. Кейін келесі жаңағы бітіп қалған мотоктағы жіпті аламыз. Одан келесі петлямен 10 тоқимыз. Кейін жаңадан жалғаған жібімізді аламыз. Келесі петляны тоқимыз. Одан кейін жаңағы біткен жақтағы жібімізді алып, келесі петлямызды тоқимыз. Осылай бір жіпті бір-бірін алмастыра отырып, петляларымызды тоқимыз. Сонда бізде аккуратно көрінетін болады. Ешқандай осындай утолщение дейді ғой, бізде мысалы қалың болып кетпейді, өте керемет көрінеді. Кейін осындай қалған екі қысқаша жіп қалады, осындай кішкене жіп қалады. Осы жіпті біз енемен аккуратно жасырып қоямыз. Ары қарай осы жаңадан қосқан мотогымыздегі жіппен тоқи берсек болады. Егер сіздерге осындай лайфхак ұнаса, маған жүрекше басы комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.